Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте дәмді жент жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жармамызды ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Үстінен сгущенка қосамыз және араластырамыз. Қазақстан шоколадыны ыдысымызға салып, ертіп аламыз. Дайын болған жентімізді кез келген өзіңізге ұнайтын пішінде жасауыңызға болады. Мен домалақ қылып жасадым және үстіне Қазақстан шоколадын жағып